Ақысыз сөйлесе алатын, ақысыз торапқа шыға алатын телефон бар екені рас па? Бұл телефон базарға салына қалса, барлық телеграф саласындағылардың бәрі жұмыссыз қала ма? Әлемдегі таңғажайып істерге қызықсаңыздар, алдымен бір жүрек басып қойып, жалғасын тыңдаңыздар. 2023 жылы Илон Маск өзінің Model Pi деп аталатын қол телефонының 1-2 жылда базарға салынатындығын жариялаған болатын. Бұл телефонның ерекшелігі дүниенің әрқандай жерінен сигнал ұстай береді. Әрі бұл телефонмен хабарласу түгелдей ақысыз. 10 тиын ақы алынбайды. Әрі ақысыз торапқа шығуға болады. Бұл телефонның ішкі сыйымдылығы да қазіргі бүкіл дүние жүзіндегі телефондардан жоғары. Телефонның бағасы да біздің қалтамыз көтерілетіндей, тек қана 4 миллион халық ақшасына сатып алуға болады. Бұл телефонның электр қуаты өте жақсы болып, ұзақ уақыт істетуге шыдамды. Әрі күн энергиясынан пайдаланып, өзіне үздіксіз ток толтыра алады. Сіз сыртта телефонды қолыңызға ұстап тұрсаңыз ғана болғаны телефонға ток толады. Бұл телефонға ешқандай телефон касын салу қажетсіз. Бір тиын пұл ұстамайтын бұл телефонның техникасын жүзеге асыру үшін Илон Маск кеңістікке 42 мыңнан аса жасанды серік ұшыруды жоспарлаған болып, қазірге дейін 4 мыңға жуық жасанды серік ұшырып болды. Қазірге дейін бұл жасанды серік жер шарының барлық кеңістігін иелеп болды. Бұл телефонды істетуде сіз ең алғашқы 4 миллион ақшаны төлесеңіз болды. Бұл телефонға ешқандай торақы, қызмет өтеу ақы, ерекше кәсіп ақы, ай сайын ақша құю сынды ешбір қаражатты төлемейсіз. Әмәлиятта бұл көптеген адамдардың арманы еді. Егер бұл телефон базарға салына қалса, көптеген адамдар ешбір екіленбестен бұл телефонды сатып алуы мүмкін. Тесланың заттарының қандай керемет екендігін Тесланың машинесін айдап көргендер біледі. Олай болса, бұл Тесланың Model Pi деген телефоны базарға салынғаннан кейін басқа көптеген телефон серіктіктері, телеграф серіктіктері жабылып қала ма қайтеді. Елдердің сөйлесу ақысы, информация ақысы, тор ақысы қатарларымен ақша табатын серіктіктер. Әрі осы орында істейтін миллиондаған адамдар осы телефон себепті жұмыссыз қала ма? Бұл дүние әр күн сайын дамып, көптеген өзгерістер болып жатыр. Бұл өзгеріске сәйкесуге әрқашан дайын тұрғандар жақсы күн көреді. Сондықтан даму дау жүрмейтін шындық. Сол дамумен бірге өзімізді де дамыта берейік ағайын. Қазір ешкімде базарға барып зат алмайтын болды. Ойыннан зат алсаңыздар өте тиімді бағада ала аласыздар. Кешкі Шинжан 8-де тікелей эфирде зат сатамыз. Келіп көріп қайтыңыздар. Осы ойымды тура деген кісілер бір жүрек басып мені қолдап қойыңыздар.